Президенттің жолдауынан кейін бірнеше министрлік құрылып, кадрлық ауыс-түйістер орын алды. Атап айтқанда, су ресурстары министрлігі құрылды. Бұрын ол басқа министрліктің құрамындағы комитет болатын. Енді су жаңа ведомство болып шықты. Яғни оның қызметтік штаты кеңейеді және бұрын-соңды болмаған еліміздегі жаңа министрге бағынатын, басшыға бағынатын кісілер алынады деген сөз. Шығын ба? Сөзсіз шығын. Ал су ресурстарының жаңа министрі кім болды? Жамбыл облысының әкімі Нұржігітовті тағайындай салды. Бұл енді барып тұрған бассыздық деп есептейміз. Себебі Нұржігітов Жамбыл облысын басқарып тұрған сәтте шаруалар мен диқаншылар әбден қызыл шығынға батқан болатын. Қырғызстан су беруді тоқтатып еді, өнімдердің барлығы да күйіп кеткен болатын. Сол бір өңірдің қуаңшылыққа алып келген, қарызға батырған Нұржігітовті Астанаға алдырып, бір министрлікті басқарту ақылға сыймайтын дүние емес пе? Ақпарат және мәдениет министрлігі қайта құрылды. Оның басшысы ретінде сол баяғы ескі шенеунік Аида Балаеваны қайтадан тағайындай салды. Аида Балаева президенттік аппарат пен әкімшіліктің арасына жүрген шенеунік. Соны алып келді де бұрында министр болған үлкен орынға қонжита салды. Ұзын сөздің қысқасы 5 министрді тағайындады. Яғни Астанадағы шенділердің қатары тағы да өсті деген сөз. Қазақстандағы министрлердің санына қарағанда Жапониядағы ведомствоның саны әлдеқайда аз. Қазақстанда 21 министр болса, Жапонияда 14 министр бар, ал Ұлыбританияда 17 ведомство бар. Осыншама министрдің бізге не қажеті бар? Егер олар елдің қамын ойлап, жақсы жұмыс атқарса, онда әңгіме басқа болар еді. Алайда елдің қамын ойлап жүрген біз министрлерді көрмедік. Ал Жамбыл облысының әкімі қызметіне ауыл шаруашылығын әбден күйреткен деп айтсақ артық айтқанымыз емес, сол саланың бұрынғы басшысы Ербол Қарашекеевті әкеліп әкім қылып тағайындай салды. Яғни орындарын ауыстыра салды. Орындарын ауыстырғаннан не өзгерді? Полицияның қолында шоқпар бар деп халыққа дөңайбат көрсеткен бұрынғы ішкі істер министрі Марат Ахметжанов естеріңіздер шығар, кеше ғана оның орнынан алып тастаған болатын. Енді міне бүгін Ақмола облысының әкімі болып шыға келді. Халықпен еш уақытта етене жақын араласып көрмеген адамды әкім қылып тағайындайтындай мына биліктің басына не күн туды екен деп ойланатының да анық. Себебі бұл еш уақытта халықпен бірге жұмыс жасап көрмеген, өмір бақи прокурор болған, одан кейін ішкі істер министрі болды, бірақ сонда да халықты қорқытқаннан басқа елдің есінде қалатындай нақты бір жұмыс жасамаған адам. Барлығымыз әкімге жарымай-ақ қойдық ау. Ақтөбе облысының әкімі болып Асқат Шахаровты тағайындапты. Ең қызығы Шымкент қаласының әкімінің кім болатындығы. Бұл әлеуметтік желіде көптеген адамдарды толғандырған болатын. Әйтеніп әні кетеді, әйтеніп міне кетеді, орнына анау келеді, орнына мұнау келеді деді. Дегенмен орнына ешкім танымайтын, яғни сізде бізде білмейтін бұрынғы үкімет аппаратының жетекшісі болған, Сербиядағы Қазақстанның елшісі болған Ғабит Сыздықбеков деген біреуді тағайындапты. Бір сөзбен айтқанда қосылғыштардың орнын ауыстырып жатыр. Нәтижесі сол боларын мына билік әлде білмей ма? Тек өздеріне қарап сөйлемейтін, не айтса да басын изей беретіндерді басшы қылып қойсақ, міне болды, барлығы дұрыс болады деп есептейме. Халықтың қамын ойлайтын, елім жерім деген азаматтарды қудалап жатыр. Неге соларға мүмкіндік бермейді? Халыққа қызмет етуге қолдарынан түк келмейтін, биліктің айтқанын екі етпей орындайтындарды жақсы үлкен қызметке тағайындағанша.